Сәлем достар, қазір мен сіздерге қалай Pinduodu'дан бір магазиннен бірнеше түсінен және бірнеше размерден қалай таңдап сатып алуды көрсетемін. Ол үшін Pinduodu'мызға кірдік. Мысалы, мына спортивкамны мен сатып алғым келеді. Спортивкамызға кіреміз. Одан кейін астындағы закупқа қосыламыз. Мына серый кнопкамызды басамыз, закупқа қосыламыз. Мына қосылдық закупқа. Мына жерде бізге бірнеше түрі шықты размермен. Енді мына жерде ештеңені баспаймыз, тек қана серый кнопкамызды басамыз. Бастық, енді спортивкамызды таңдаймыз. Мен көк түсінен 170-ті алғым келеді. Көк түсін бастым, 170-ті бастым. Енді астындағы қызыл кнопкамызды басамыз. Мінекей затымыз үстіне кетті. Енді мынау бежевый түсінен алғым келеді, 140 размер. Тағда астындағы қызыл кнопкамызды басамыз. Бізге осындай терезе ашылды. Егер осы екі зат қана алғыңыз келсе, астына қызылды басамыз. Егер тағы да қосқыңыз келсе, плюс кнопкасын басасыз. Плюсты бастық, енді мынау түсінен 160-ті аламын. Қызыл кнопкамызды қайтып басамыз. Мінекей 3 түсінен 3 түрлі размер таңдап алдық. Әрі қарай қызыл кнопкамызды басамыз. Бұл жерде уже бізге оплатаға өтеді. Мына жерде тексеріп аламыз. Одан кейін міндетті түрде сердечко басылып тұру керек. Әрі қарай оплатаға жібереміз. Оплатаға жіберу үшін қызыл кнопкамызды басамыз. Бұл жерде уже бізде CVV код сұрайды, Осы жерде сіз CVV кодыңызды, мінекей мына жерде CVV кодыңызды өзіңіздің карточкаңызда артындағы 3 санды CVV кодты жазасыз. Одан кейін жазғаннан кейін әрі қарай оплатаңыз өтеді. Мен оплата ешқандай жасамаймын. Осылай сіз өзіңіздің қалаған затыңыздың бірнеше түрінен және де бірнеше размерінен сатып ала аласыз.